Абай, алып келіңдер. Дәке, ел ысырап болып өтті деп айтып жүрмей ма? Сөйлейді да, ақиқат айтылайын деп тұр ғой. Барша жаманшылықтың бастауы болған мынау қуарақ атадан қалған ас емес, керісінше қаншама отбасыны қиратты, қаншама баланы жетім қалдырды, балаға өз әке шешесін ұрғызды, қаншама жанды абақтыға қамады, қарагөз қыздарымызды арынан, жігіттеріміздің намысынан айырды. Бәлкім айтатындарыңыз бар шығар, арақ бидайдан жасалады ғой деп. Олай өз-өзімізді алдамайық. Аллах тағала бізге бидайдан арақ жасап алыңдар деген жоқ, керісінше арам қылды. Өз қолымызбен жасадық па, өз қолымызбен жойып жіберейік. Сонда ғана елімізде береке болады, отбасымызда тыныштық болады. Жігіттер, мыналарды сындырып тастаңдаршы.